Сәлем достар, бүгін біз болонезе дәмдеуші қосылған макарон дайындаймыз. Бізге қажет заттар: ет тартқыштан өткен ет, макарон, томатный паста мен су қосылған қосынды және де болонезе дәмдеуші қажет. Бірінші пиязымызды осылай турап аламыз алдын ала. Майымызды қыздырып қоямыз. Осылай турап алғаннан кейін қызған майға пиязымызды салып қуырамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Алдын ала суымызды қайнатып дайындап қою керек макаронымызға. Макаронымызды салып, араластырып, жақсылап бетін жауып 10-15 минуттай қайнатамыз. Одан кейін қуырылған пиязымызға фаршымызды қосамыз, араластырып, жақсылап тоқтыру қажет. Тұзымызды сеуіп, томатный пастамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, осылай болонезе дәмдеушін қосып, өте күшті дәм береді. Кеңес берем сіздерге. Суымызды құйып, бетін жауып қоямыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді.